Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Сіздермен бірге Кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін біз сіздерге Ел шежіре қоғамдық қорының президенті Дәулет Әшімханның демеушілігімен Кітаптар әлемі жобасы аясында ұйымдастырылған бірге кітап оқиық онлайн бәйгесінің қорытындысын хабарлаймыз. Байқау 15 тамызда басталды. Біз барлық қатысушылармен бірге жазушы Дидахмет Әшімханұлының көп томдығының бірінші томын оқып шықтық. Бұл біздің алғаш ұйымдастырып отырған байқауымыз емес. Естеріңізде болса, былтыр жаз айларында бірге кітап оқиық онлайн байқауы, қыс айларында жарыса кітап оқиық онлайн бәйгесі өткізілген болатын. Бұрынғы ұйымдастырылған байқаулардан ерекшелігі биылғы біздің бәйгеміздің қатысушылар, оқырмандар төселген жұмыстардың барлығы сапалы келді. Әңгіме жазудың хас шебері Дидахмет Әшімханұлының шығармаларын қатысушыларымыздың барлығы жақсы талдаған. Соның ішінде Жер аңсаған Саратан, Сарсамауыр, 11-ші күз, Безбүйрек, Жетпіс апа, Жоқ олай емес, Ақшоқы, Ақыл тіс, Ағайындар, Дәме, тағы да басқа барлық шығармалары қамтылған. Тек қана бізде мысалы былтырғы байқауда көптеген оқушылар түсінбей авторды шатастырып қысқа ғана бейнетаспа жолдаған болса, биыл бір ғана оқушы қателесіп жолдады жұмысын, ол кісінің жұмысын қабылдамадық, өйткені байқаудың талап ережесіне сай келмеді. Сонымен бірге айта кетер жай, көбінесе қатысушылар бізге осы шығармалардың мазмұнын ұсынды. Мен үнемі айтамын, біздің жобаның басты мақсаты көпшілікті кітап оқуға шақыру, еліміздегі кітап оқу мәдениетінің дағдысын қалыптастыруда жұмыс жасау. Сондықтан кітапқұмарлар тобында да бізде әр сенбі сайын болатын, қазір жексенбіге ауысты, оқуға кітап ұсынады. Сол кезде оқушыларға үнемі айтып отырамын, кітаптың мазмұнын баяндап берудің қажеті жоқ. Мұнда сіз кітаптан алған әсеріңізді өз сөзіңізбен түсіндіріп шығасыз. Ережесі өте қарапайым байқаудың. Кітаптан қандай әсер алдыңыз, сізді қандай ойға жетеледі, кітаптың тәрбиелік мәні қандай. Міне жұмыстардың басты маңыздылығы осында болу керек. Және де осы байқау туралы хабарландыруды жариялағаннан кейін маған бір қарт кісі Астана қаласынан хат жолдаған екен. Мен енді камераның алдында өзімді еркін ұстай алмаймын. Мен жұмысымды жазбаша жазып жолдасам болады ма деп, мен ол кісінің ұсынысын қабылдадым, талап тілегін. Сондықтан бізде жазбаша жұмыс жолдаған қатысушылар да бар. Сіздердің жұмыстарыңыз бұйыртса алдағы уақытта жүйелі түрде парақшамызда жарияланатын болады. Сіздердің талдауларыңыз да тамаша. Мен барлық қатысушыларға алғыс білдіремін. Арнайы уақыт бөліп, кітапты оқып шығып, ойларыңызбен бөлісіп, басқада оқырмандарға мотивация дейді ғой, басқада оқырмандардың қызығушылығын оятып, құштарлығын арттыруда сіздер өз үлестеріңізді қостыңыздар. Сонымен әңгімені ұзаққа созбай, сіздердің алтын уақыттарыңызды алмай, мен біздің Ел шежіре қоғамдық қорының президенті Дәулет Әшімханның демеушілігімен Кітаптар әлемі жобасы аясында ұйымдастырылған байқауымыздың жеңімпаздарының есімін атап шығайын.
Осы байқауға біздің еліміздің барлық өңірлерінен қатысушылар және байқаудың шешімін мен жалғыз шығарған жоқпын. Ғалым әдебиет институтынан жазушы Нұрдәулет Ақыш бастаған қазылар алқасының шешімі. Сонымен бірінші орында Әтіргүл Тәшенова апайымыз 50.000 теңге ұтып алды. Екінші орында Гүлмира Есжанова апайымыз 40.000 теңге ұтып алды. Үшінші орын Ләззат Утешова апайымыз. Ал енді ынталандыру сыйлықтары 20.000 теңгеден Алмагүл Байсалова. Алмагүл Байсалованың ерекшелігін атап өткім келеді. Сіздер барлықтарыңыз шолуларыңызды, талдауларыңызды өз сөздеріңізбен айтып баяндап шықсаңыздар, ол кісі өлеңмен өркен. Ғажап емес пе, иә? Ары қарай кеттік. Көкбөрі Мүбәрак. Гүлназ Ешманова, Қасиет Сейітжан. Бұл кісілер ынталандыру сыйлықтарының иегерлері. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Сіздерге алғыс білдіреміз. Негізі байқауға келген жұмыстардың барлығының енді біз бір кітапты оқыдық қой. Көпшілігі бір туындыны талдаған, ұқсас деңгейлері жобалас деп айтсақ болады. Біз мұнда бұрын біздің алдыңғы уақытта ұйымдастырылған байқауларда үнемі жеңімпаз атанатын біздің белсенді оқырмандарымыз бар. Ол кісілер, сіздер сол жолы жеңімпаз атанғаннан кейін әділ болсын деп осы жолы жаңа есімдерді шығарғымыз келді. Түсіністікпен қарасаңыздар екен. Және де қымбатты достар, сөз соңында осы Дидахмет Әшімханұлының ұлы, жаңа өзім есімін атап өткен Дәулет Әшімхан ағамыз, сол Дидахмет Әшімханұлының шығармаларын дәріптеуде еңбек етіп жүр деп айттым. Бізде алдында байқаудың хабарландыру жариялаған кезде сол сайттың сілтемесі парақшаларымызда тұр. Онда пікірге де қалдырып қоямын. Сайтқа жазылып жүрсеңіздер болады. Жазушының шығармаларымен танысып, және де біздің парақшаларда біздің жобамызға құлақтырып жүріңіздер, қарап жүріңіздер. Жақында біз кімнің үйінде кітапхана бар, сол кісілерге арнап керемет байқау ұйымдастырып жатырмыз. Назарларыңызға көп рахмет. Мен ойлаймын, кітаптан алған әсер, осы рухани мол қазынаны, олжаны, оны бір қандай да өлшеммен өлшей алмаймыз ғой біз десек те, тойдан тобықтай деп сіздерге осы ынталандыру сыйлықтарымен марапаттап, сіздерді қуантқымыз келді. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше.